Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Абай. Расында Алла тағала бізге махаббат деген нәрсені берді. Махаббат бір нәрсеге сүйіспеншілік, ол Алладан. Ананың балаға деген махаббаты, баланың анаға деген махаббаты, әкенің балаға деген, баланың ата-анасына деген махаббаты, отан сүйгіштік, ерлі-зайыптылардың махаббаты, сол сияқты бір-біріне деген адамзаттың махаббаты. Ол қайдан? Әрине, ол Алладан берілген нәрсе. Ал енді адамның Аллаға деген махаббаты қандай болу керек? Пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, бір хадисінде айтады: Алланы және оның елшісін барлық нәрседен артық жақсы көрмейінше кәміл мұсылман болып саналмайды дейді. Расында біз Алланы барлық нәрседен артық сүюіміз керек екен. Міне, махаббаттың шыңы осы. Және адамның, әрбір мұсылманның егер Алланы шынайы сүйетін болса, оның құлшылығы да кәміл болады, иманы да кәміл болады екен. Ал сондай дәрежеге жету үшін біз Алланы тануымыз керек, пайғамбарымызды тануымыз керек, пайғамбарымыздың өмірбаянын оқуымыз керек, және Алланың көркем есімдерін, сипаттарын жақсы білуіміз керек. Сол кезде тек қана тәнмен ғана құлшылық емес, жанмен, жүрекпен құлшылық өтеген боламыз.